Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен шұжық дайындайтын боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылқының етін осылай ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап туралған етті үлкен ыдысқа салып аламыз және тұздайсыздар. Менде ет тұздалғандықтан мен етті тұздамаймын. Мен тек қана чеснокты қосатын боламын. Чеснокты теркадан өткізуге болады, немесе мен сияқты осындай чеснок өткізгіштен өткізулеріңізге болады. Енді барлық чеснокты қосып, жақсылап етімді араластырып алатын боламын. Жылқының шегін алып, ең соңғы жағын ет салғандықтан сол жақты біз зубочисткамен бекітіп аламыз. Шекке етті тез-тез салу үшін дәл осындай бутылка керек болады. Бутылканың ауызғы жағын осылай кесіп аламыз да шекке кіргіземіз. Енді бұл өз жалғыз адам жұмыс істеген кезде өте ыңғайлы. Дәл осылай істаймыз да воронка қылдырып жасап алдық. Міне, дәл осылай етімізді сала береміз. Еттеріміз өте жылдам шекке кіреді және тез өтеді. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Мен екі шұжық жасайтын болғандықтан, маған осындай кішкентай көлемде жететін болғандықтан, қазір енді мен шекті осылай зубочисткамен осылай бекітетін боламын. Екінші шұжықты дайындайтын боламыз. Дәл бағанағы видеодағында шекті бекітетін боламыз. Осымен екінші шұжығымда дайын. Енді шектің аузын жаңағындай зубочистканың көмегімен бекітетін боламын. Шектеріңізде осындай воздух қалатын болса, жай ғана зубочистканың көмегімен осылай тесіп жіберсеңіздер, барлық воздухтары жоқ болып кетеді. Осымен шұжық дайын. Дәл мен сияқты бутылканы воронка қылдырып жасап алып, тез дайындауға болады. Жасап көріңіздер.